Екінші нұсқа бойынша бірінші есеп функцияның туындысын табыңыз дейді. Бізде мына бөлшек берілген, осы бөлшектің туындысын анықтауымыз керек. Сонда бірінші өрнектен туынды, екінші өрнектен туындыны жазамыз. Мына жердегі бөлшектің бөліміндегі x-тің 5 дәрежесін x көбейтілген -5 деп жазып алдық. Сонда бізде түбір асты x-тің туындысы 1 бөлінген 2 түбір асты x, сол формуланы қолданып есептейміз. Сонда ең соңында бізде мына мән шығады. Осы мәнге тең болады. Ал екінші есепте бізде есептің шартында айтылған нүкте S нүктесінде мына формула берілген. Осы формула бойынша түзу қозғалады дейді. S тең метр мен Т тең секундпен өлшенеді. 6 мен 12 кесіндісінің қандай уақытта жылдамдығы ең үлкен болады? Сонда 6 және 12 нүктесі. 6 мен 12-ні қоса алғандағы аралықтағы мәнін анықтауымыз керек. Енді мына өрнек берілген. Сонда бізде жылдамдықты табу үшін жолды біз туынды аламыз. Сонда туынды алған кезде өрнектің мәні осыған тең болды. Енді бізде 6 мен 12 нүктелері берілген. Сол нүктені ең кішісі 6 болғандықтан мәнін қойып есептейміз. Сонда бізде мәні кейін тағы бір ескеретін жайт, модульден аламыз. Өйткені бізде жылдамдық теріс таңбамен өлшенбейді. -10 метр жүрді, -20 метр жүрді деген ереже жоқ қой. Сол үшін модульмен шығарамыз. Модульмен шығарған кезде оң таңбалы сан шықса да, плюс таңбалы сан шықса да, ең соңында мәні оң болады. Бізде 6 болғандағы мәні 1728-ге тең болды. Ал 12 болғандағы мәні 38.016-ға тең болды. Сонда үлкен мәні міне мынау бізде үлкен мән. Ал мынау кіші мәні. Келесі үшінші есеп бойынша біз анықтауымыз керек x нолевой тең 1 нүктесі арқылы өтетін y тең 2x бөлінген x минус 2 азайтылған 3 функциясының графигына жүргізілген жанаманың теңдеуі. Бізге берілген, y-тің теңдеуі берілген. Енді жанаманың теңдеуінің формуласы міне осы. Бізде бұл жерде y нолевой мен y нолевой штрихты анықтауымыз керек, яғни туындысын. Сонда біз бірді қойып есептеген кезде мәніміз -5-ке тең болды. Есептеп көріңіздер өздеріңізде. Кейін y, яғни мына берілген функциядан туынды анықтаймыз. Бөлшектің туындысы түрінде қарастырамыз. Өйткені санның туындысы бізге 0-ге тең. Мына 3 0 болып кетеді. Сонда мына бойынша анықтаймыз. Анықтаған кезде бізде мәні осыған тең болды. Енді y нолевойға 1-ді қойған кезде мәніміз -4 болды. Енді бастапқы формулаға мәндерін апарып қоямыз. Сонда y нолевойдың орнына -5-ті, ал y нолевой штрихтың орнына -4-ті, формулада x жазылады, кейін x нолевойдың мәні 1-ге тең. Осыны қойған кезде бізде жанаманың теңдеуі y тең -1 азайтылған 4x-ға тең болады. Келесі төртінші есеп. Төртінші есепте бізде функция берілген 2x азайтылған 3 бөлінген синус x функциясының туындысын табыңыз. X тең π бөлінген 6 болғандағы мәнін есептеңіз дейді. Бөлшектің туындысын ережесі бойынша жазып аламыз, туынды анықтаймыз. Сонда туындымыз осыған тең. Енді x тең π бөлінген 6 деп тұр. Осы мәнді x-тің орнына қоямыз. X-тің орнына қойған кезде бізде мына жерде синус π бөлінген 6 деген сөзіміз 180-ді 6-ға бөлсек 30 градус. 30 градустағы мәні 2-ден 1-ге тең. Ал косинустың 30 градустағы мәні 2-ден түбір асты 3-ге тең. Енді мәндерін қойдық, есептедік. Сонда бізде ең соңындағы мәні міне осы шығады. Мәндерін қойып есептегенде.